Түү, сіз де бір шаршаттыңыз ғой қайта-қайта. Немене, бала болып кеттіңіз бе? Деген Бану жорта ашуланып, баладай бұлтиып, мені нәзікте жып-жылы саусақтарымен ашуландырып алмайын дегендей ептеп қана ұрлаған болып, денесін көрпемен орап алды. Жаңа ғана тұнық суаттан мейірімім қанғанша сусындап, тояттаған мен Сахараның шөлінен келгендей қайта қаталап шөліркеп сала бердім. Оның омырауына дейін ашық еді. Аршыған жұмыртқадай әппақ иықтары менменшіл сезімнің құмар құрттарын қайта оятып құштарлық отын маздатты. Көрпенің бір шетін ашып, күйіп жанып жатқан қыздың ыстық құшағына сүңгіп, оны өзіме қарай тарттым. Ол орнынан тұрғанда қайыңдай балтырлары судан шошынып шыққан ақсазандай жарқ ете қалды. Сұңғақта сүйкімді сұлу ақ торғын көйлегін киіп ваннаға өтті. Ауаға сіңіп қалған хош иіс бас айналдырады. Тояттының тал бесігінде қаншама тербелсем де, тұла бойында бір мін жоқ оның балғын денесін тағы да көргім келді. Жуынып келген Бануға көзімнің сұғын тойдырып ұзақ қарадым. Кеудесі көріктей бір көтеріліп, бір басылып жатқан ол әнтек жымиып, сұңғақ саусақтарымен шашымды тарағыштай бастады. Басымда сүйкімді бір шымыр ойнап, көзімді еріксіз жұма беріп қайта аштым. Оның тоқ балтырлары кімді де болса есінен тандыратын еді. Талықсып жатқан қыздың көздері соншалықты тұнық ақ және тұңғиық. Осы тұңғиық тереңіне жұтылып бара жатқанын сезіндім. Бану, әу, сен қандай сұлусың? Тіптен сөзім жетпейді. Ендіше, өзің хас шебердің қолынан шыққандай мінсіз денесін білетін, әрі онысын жігіт алдында бұлдай алатын қыз тәкаппар паң болады емес пе? Ал кешелі бері махаббат көлінде бірге шомылып жатқан ол шолжаң баладай еркелей күлді. Бөлмеге мөлдір моншақтар шашылып түскендей маңайымыз сәулеленіп сала берді. Біз ас бөлмесіне өттік. Шарап ішесің бе? Аздап. Шай қойсам қайтеді? Қажет емес. Бәлкім кофе ішерсің? Мейліңіз. Мен 2 бокалға қызыл қошқыл шарапты орталап құйып, бірін Банудың алдына қойдым. Не үшін ішеміз? Бақыт үшін. Бану мырс етіп күлді. Неге күлесің? Бақыт дегенге сенесіз бе? Сенемін, ал мен сенбеймін. Неге? Ол ұзақ әңгіме. Қанша ұзақ болса да тыңдауға дайынмын. Біреудің талайлы тағдыры біреуге қызық болмайды. Сізді жалықтырып алмайын ба? Сенің әңгімеңді тыңдап, қасыңда осылай отыра беруге жалықпас едім. Ал ол жалықты. Оның кім? Сатқын. Сатқын несі? Сатқын болып туған соң құбыжық күйінде қалатта. Мен оның әппақ мәрмәрдай иығынан құшақтап мойнынан сүйдім. Бану бокалға шарапты сарқытып ішіп құйды. Қашаннан ішесің? Нені? Шарапты. Сатқынға жолыққалы ішіп келемін. Оны жек көретін секілдісің. Я, иттің етінен жек көремін. Бұрын соңды көрмеген, білмеген бақталасымды мен де іштей жек көре бастағанымды байқадым. Ішімді қызғаныштың қызыл иті тырмалады. Егер оны тап қазір кездестірсем, түтіп жеуге бармын. Бірақ ол көрінбеді. Көрінбейтін де еді. Бануды не үшін қызғандым? Әлде оны ұнатып қалдым ба? Бәлкім жалт ете қалған ұшқыр сезім өкінішті жаңбыр секілді селдетіп өте шығар. Не деген мен бұл махаббаттан тысқары беймаза бір толқынды тербелседі. Ішкі жан толқыныстарымды қыздарға тән сезімталдықпен тап басып тани алған Бану мен өзіне тартып құшақтады. Менің буырқанған бура бұлқыныстарым бірте-бірте басылып, оның сұлу келбетіне тоймай тесіле қарадым. Сен осы соншалықты жек көрсең де ұмыта алмаған сияқтысың. Қайтесіз оны? Оны айтқанда даусыңда діріл пайда болады екен. Рас па? Рас. Сүйесің бе? Сіз не деп тұрсыз? Ол орнынан долдана тұрды. Сұлудың сұрланғанда соншалықты сүйкімсіз болар ма? Мұрны қушиып көзден от шашырады. Япырмай, мынадай қас сұлуды күресінге көзі қиып тастаған қандай табаны тайғақ жүрегі жоқ пенде еді. Тағдыр талқысына түскен тәкаппар қызды одан әрі қинағым келмеді. Тағы да құйыңызшы. Мас болып қалмайсың ба? Менің мас болғым келеді. Өмірдің өкініштері мен өңмендіктерінен мас болып құтылу мүмкін емес. Оны кім білмейді. Енді неге ішесің? Ішкім келген соң ішем. Бәлкім осы жетер. Немене, шарабыңызды қимайсыз ба? Қызықсың. Адам шарапты қимай ма екен? Бірақ жоқ,
Мен бір жұтым ғана ішемін. 2 бокалға шарапты тағы да орталай құйып шықтым. Бұл жолы тілек айтқым келмеді, өйткені Бануға қай тілекте ұнамас еді. Тілек айтпайсыз ба? Мен аңырып қалдым. Айтайын. Тағы да сол бақыт үшін бе? Жоқ, бұл жол екеуміздің кездескеніміз үшін. Бұған ішуге болады. Бану жымың етіп күлді де бұл жолы шарапты сарқып ішті. Менің жатқым келеді. Балбырап тұрған қызды көтеріп алдым да төсекке қарай жүрдім. Оның жұпар иісі, буырқанған шаштары ерекше бір нәзік те сиқырлы сезіммен бетімді қытықтады. Банудың қызыл бүлдіргендей еріндеріне сүліктей қадалдым. Біз арада едәуір уақыт өткен соң асханаға қайта өттік. Мен сізді жақсы көрем, сіз мені жақсы көресіз бе? Иә, еркектер үнемі осылай айтады. Бәрі емес, түгелдей. Соның ішінде мен де бармын ба? Барсыз, дауласа алмадым. Аттың сыры иесіне мәлім. Үндемей қалдыңыз ғой. Сенімен келісетін сияқтым. Келіспей қайда барасыз дегендей, ол шешімінің дұрыс шыққанына масаттанып сыңғырлай күлді. Сосын жеңісіне мәз болған жас баладай қуанып, мені сүйректей сұлу саусақтарымен түртіп қойып, басын иығыма сүйреді. Жаңа бір әңгіме айтам деп едің. Соның сізге керегі бар ма? Бар сияқты. Ендеше айтайын. Жек көріп кетесіз ғой. Сен жек көруі мүмкін бе? Бану теріс қарап аунап түсті. Иығының солқылдағанына, қолдарын көзіне жиі апарғанына қарап, оның жылап жатқанын білдім. Оны қалай жұбатудың есебін таппадым. Ол жұбаныстан ұзақ жылады. Енді оны осы жұбанбаған күйі орнынан тұрып, қоштаспастан кетіп қалатын шығар деп ойладым. Бірақ ол бері қарай аунап түсті де. Сізді ренжітіп алған жоқпын ба? Деп сұрады. Түр ештеңе болмағандай жадыраңқ еді. Жоқ, дедім мен, аузыма басқа сөз түспей. Егер сіздің уақытыңызды бос қалмасам, жүрегіңізге қаяу түсірмесем, айтайын, әңгімем ұнамаса ескертесіз. Жарайды. Көңіл құйынның қалай құбылғанын қыздың бетіне ойнап шыға келген жұқалтаң арай анық аңғартқандай еді. Ол ішкі толқыныстары мен жан тербелістерін қанша жасырғысы келгенмен ойнамалы жүзі сыр ашып алды. Кешіріңіз, деді қыз өзінен өзі қымсынып. Оқас жоқ. Ол неден бастасам екен дегендей еріндерін қымтырып біраз отырды. Енді оны қамшылағым келмеді. Бәрі де сол жоқшылықтың кесірі ғой, деді ол. Маған бір топ үйрек айдын көл дүр-дүр етіп ұшқандай сезілді. Қызға тіктеп қарамадым. Оның өңі тоба сарып, еріндері құрғап бара жатқанын ішім сезді. Ала көлеңкеде оның даусы құмығып шықты. Жоғары оқу орнына түскеніммен грант бұйырмады. Әке-шешемнің жиған тергені 1-ші курста сарқылды. Енді не болар екен деп жүргенімде құрбыларым ақыл қосты. Содан 2-3 қыз мейрамханада даяршы болып жұмыс істей бастадық. Бірақ оның қаржысы ешқандай жыртығымызды жамай алмайтын болмашы ғана тиын тебен еді. Шынын айтсам, әбден азып тосып кеттім. Бәріне қолды бір-ақ сілтеп ауылға тартып кетейін десем, оқуымды, құруларымды қимадым. Сіз білесіз бе, мектепте оқып жүргенімде шіркін, жоғары білім алып, білікті маман болсам ғой деп армандайтынмын. Мақтанғаным емес, сабақты жақсы оқыдым. Университетте сабақты жақсы оқығандарды ақысыз курсқа көшіреді екен дегендерді бекершілік пе деп қалдым. Пәтерге, тамаққа, жүріп тұруымызға, сейіл серуенге, универге көп теңге керек еді. Ауылдағы әке-шешемнің шама-шарқы белгілі. Бану осы жерге келгенде сөзін кілт тоқтатып, жүзіме барлай қарады. Менің бет жүзімнен құбылмалы қитұрқылық белгілерін таптымау шамасы әңгімесін қайта жалғады. Сөйтіп, сансырап сүйретіліп жүргенімде барлық бәлені Зағипа бастады. Бір кісімен таныстырамын, үлдемен бүлдеге орап қояды, деді ол. Бастапқыда маған неге бұлай дейсіз деп, ер тоқымды бауырыма алып туладым. Оны суқаным сүймеді. Бірақ бұл сыржыландай жалынып, күндүстіні құлағымның құрыш етін жиберді. Солай оның құрған торына жыланғар болған торғайдай топ ете түстім. Зағипа ақыры мен дегеніне көндірді. Сол күні шағын мейрамханада Зағипа мені онымен таныстырды. Жасы келіп қалған кісі екен, алайда сонысына қарамай маңғаз, өзінше тәкаппарлау біреу. Мінезі кіді, айтуынша байлыққа белшесінен батып қалған. Бақтарыңа енді жолықтың, деді Зағипа. Ол мені бір көргеннен ақ ұнатты. Тіпті өлердей ғашық болып десем қателеспеймін.
Аспандағы айдан басқасының бәрін алып берем деді. Жасыратын несі бар, солай етті де. Дегенде 2 бөлмелі пәтер жалдап берді. Бөлмелері жаңа жиһазбен толтырылған. Енді мен сабағыма, тамағыма, жүріс-тұрысыма теңгені қайдан алам деп уайымдамайтын болдым. Есесіне ол шектен тыс қызғаншақ еді. Автокөлік жүргізушісіне менің жүрген тұрғанымды аңдытып қойды. Ақымақ емеспін ғой, мен де аяғымды қия баспауға тырыстым. Бір жолы бұлай болды. Пәтеріме курстас құрбымды ертіп келе қалмайым ба? Жалғыздан жалғыз ішқұса болып өлуге айналдым. Қырсық жалғанда ол есікті қағып тұр. Құрбым менің мына жасырынбақ ойынымнан бейхабар еді. Мындай қорланбаспын. Үйде бөтен жанның бар екенін біліп қатты ашуланды. Көкем келіп қалды деп құрбымды түн ішінде таксиге салып жібердім. Әрине ол қандай көкемнің келе қалғанын біліп кетті. Содан бері пәтерге ешкім бас сұққан емес. Бөлмеде не керектің барлығы да бар. Дегенмен жалғыздық әбден шаршатып біткен еді. Осы апта аралатып қонып кетеді. Кейде 2-3 күнге келеді. Мұндайда пәтерден шықпаймыз. Әр келгенде ол қалта телефонын өшіріп тастайтын. Несін айта берейін, универді бітіргенше бетім ешкім жел болып тиген жоқ. Ештеңеден таршылық көрмедім. Есесіне ауылдағы әке-шешемнен, бауырларымнан, курстас құрбыларымнан бірте-бірте жырақтап бара жатқанымды анық сезіндім. Ол жазғы каникулда ауылға бір аптаға ғана жіберуші еді. Менің табан астында өзгеріп шыға келгеніме несін айтасыз, барлығы қайран қалды. Анам байғұс астарлап сыр тартушы еді. Күндіз оқып түнде жұмыс істеп жүрмін деп құтылатынмын. Анам менің күнде қандай жұмыс істеп жүргенімді қайдан білсін. Ал әкемнің қарасарға қотыр ешкісі де жоқ. Анам ауыр күрсінеді. Менің жүрегім парша-парша болып сөгіледі. Алғашында осы жүрісіме қатты қысылатынмын. Сөйтсем универдің қыс-қырқыны бір-бір көке тауып алған екен ғой. Ал бай бағландардың қыздары желігіп түнгі клубтардан шықпайды. Астарында қымбат көлік, ауыздарында қымбат шарап, қымбат темекі. Беттері жылтырағанмен, сөздері өктем болғанмен көбісінің аяғы сұйық. Осыларды білген соң өзімді кінәлай да бермейтінмін. Тіпті еркінсіп, бойым жеңілдеп қалады. Алдымнан үміт шамы жанғандай болады. Бану ауыр күрсінді. Жанарынан жақұттай моншақтар төгіліп, ақша жүзінде төмен қарай сырғанақтап қылдилай берді. Мен оның көз жасын сүрткенім жоқ. Ол да сүйріктей сұлу солықтарымен іліп тастамады. Іштегі шер мұң толықса шығады. Оны жұбатқансып күлгірсігім келмеді. Хас сұлудың жылағанының өз қайталанбас ғажайып сурет секілді. Япырай, жаратқан адамды осылай мінсіз жаратады екен-ау. Жас кезімде ертегілерден перінің қызы дегенді оқушы едім. Көрген адам есін танып қалады делініп суреттелетін. Дала кезіп жынданып кетеді деседі. Мына қыз перін әлісінен емес пе деген. Бану жылап емес, балқы беріп жатқандай көрінді маған. Шарап ішеміз бе? Деді ол басын көтеріп. Ішеміз. Ол жібектей толқынды шашын сілкіп тастап, басын кеудеме қойды. Өн бойымды ыстығылеп шарпыды. Оңашада санамды тағы оқшау тілек сансыратты. Кейін, деді ол менің тағатсыз тілегімді әйелдерге тән түйсігімен сезініп. Ол маған қарап күлімсіретті, ақ торғын көйлегін киіп алды. Мен манас күнемін, деді ол шарап толы бокалды сығымдай ұстап отырып. Қайдағын айтпашы. Сіз білмейсіз ғой, пәтерімде ішімдіктің түр-түрі толып тұрды. Ол әсіресе вискиді көп әкелуші еді. Вискиді сен де ұнатасың ба? Жоға. Онда вискиді кіммен ішеді? Әлде достарын ертіп келуші ме еді? Жоқ, үйге достарын ертіп келмейтін. Сонда ол вискиді жалғыз өзі іше ме? Я, сен ше. Мен алғаш жұмсақ шарап ішіп жүрдім. Үйрене келе арақтан да тартынбайтын болдым. Түсінікті. Ол айтқанын істетуші еді. Сабақ ше. Жайына қалды. Сонда курстан курсқа қалай өтіп жүрдің? Тайыр, солда сөз болып па? Теңге деген тәңірі барда, сабақ деген шұбақ емес пе? Дәуренін жүргізген ақ екен. Бану бокалына шарапты қайтадан толтырып алды. Темекінің мен көрмеген ерекше түрін ерініне қыстырып, оттықты жарқ еткізіп тұтатты. Қою түтін сақина болып долдана өбірлеп, шеңбер жасап, қалқи ұшты. Оның түтін шығарғанда еріндерін түртитіп алатынына өзіне жарасады екен. Темек гүлін піл салғышқа балаң үйрек саусағымен шертіп түсірген ол әңгімесін бұл жолы сұратпай-ақ бастады. Биыл қолыма көптен армандаған диплом тиді, бірақ қуанышым ұзаққа бармады.
Қатарларыңды қолың алған күні өзің қалаған қызметке орналастырамын. Одан әрі қызмет саласымен биіктей бересің деген қамқоршым қысқа күнде қырық құбылып нілдей бұзылды. Сөйтсем оның өмірінде тағы да бір сұлу пайда болыпты. Дипломыңды алдым, мен қарызымнан құтылдым деп пәтерден қуып шықты. 4 жыл бойы жолына қарайлап, оны пірім санап келдім емес пе? Мына қылығы мені түңілдіріп жіберді. Өзімді ішіндегі шырын сорып алып, қоқысқа тастай салған қабықтай сезіндім. Сөйтіп бір-ақ күнде жетім лақтай маңырап далада қалдым, деген Бану бокалға қолын қайта созды. Ол ауыр күрсінді, аузынан жалын атқылады. Жайнақы жанары жұмылып, тұңғиық бір тереңге жұтылып бара жатты. Денем тоңазды. Кеше бұрынғы пәтеріме бардым. Ана немесін көргім келді. Пәленде асып бара жатқан сұлулығы жоқ, тәмпіштан ауыл байыз киген қауқыз. Ендігі қыз емес қой, мысқылдай күлді. Сіз кімсіз? Дейді ол ежірейіп. Оның қарсылығына қарамай бөлмелерді түгел аралап шықтым. Анау жиһаздарды жаңалапты. Бір қатар киім-кешегім, кітаптарым қалып еді, көрінбеді. Сірә оларды қоқысқа тастай салған-ау. Басынып барлық бөлмені аралап жүрген бәлекеттен қорқайын деді мекен. Пәтердің жаңа қожайыны қамқоршысына қоңырау шалды. Тап осы кезде аңдып тұрғанда екі алпамсадай жігіт әлекедей жалынып ішке кірді. Олар ай-шайға қарамастан қолтығымнан сүйреп далаға ала жөнелді. Бұдан былай осы үйдің маңайынан көрсек, әке-шешең сүйегіңді таппай қалады, деді олар қабақтарына қар жауып. Бұл екеуі оның шабарманы екенін жақсы білдім. Мұндай қорланбаспын. Өлгім келді. Ақыл есімнен адасып жынды көбелектей қалбаңдап келе жатқанымда сізге сестіңіз, деді Бану. Немене, жаман болды ма? Бір ғана түндік жалдамалы пәтерде несіне кісімсіз? Ол сияқты дүние байлығыңыз болса қырып жібереді екенсіз ғой, дегені Банудың жүзінен оқығандайым. Жігіттік намысым атойлап бас көтерді. Алайда Банудың алған бетінен қайтпайтынын біліп қалып едім. Шамалы шамдандырсам, есікті тарс жауып шыға кетесініне кім кепіл емес. Сондықтан үндемеген үйде бәледен құтылады дегенге ойыдым. Тағы да құяйын ба? Аздап. Енді несіне бөг ойың бар? Ол қарсы сұрақ қойды. Сіздің ше? Жұмысқа орналасу керек. Дүниеде ақыл айтқаннан оңай не бар екен? Сіз маған жұмыс тауып бере аласыз ба? Қарастырып көрейін, дедім. Дүниеде шарасыздықтан өткен қасірет бар ма? Қылаяғы осындай ұрымтал жерде бір қайрат жасай алмаған соң жігіт болып жер басып жүргенім кімге керек? Ол менің дәрменсіздігіме мысқылдап қарап тұрды. Жанымда отырып ақ жарқырап бара жатқан Бану көз алдымда көк көптерге айналып, әнеміне пір етіп ұшып кететіндей. Қолыма өзі келіп қонған бақ құсымды үркітіп алмау үшін неге де болса дайын едім. Ауа жетпей қалған адамдай жан-жағыма қарманып, шатқаяқтап құлап кете жаздадым. Тайқы тағдыр-ай десеңші. Біреуді зор, біреуді қор етіп қояды. Қызмет емес, жұмыс сұрап қақпаған есігім қалмады. Біреулері осқырына қарады, біреулері сұқтана қарады. Бір мекеме бар, бастығы мені көргенде есінен танып қалды. Қызметке шақырып отыр. Бұл көкемнің де кесек кемшіліктер көрініп тұр. Бірақ маған берген уәдесінде тұрса, қор болмайтын сияқтымын. Не де болса, маңдайыма жазғанын көрем. Енді маған аянатын не қалды? Мен баяған қау студент емеспін. Өзіме керектін алып қалуға ақылымда, айламда жетеді, деді Бану. Оның үстіне мына сымбаттылығыма қараңыз деген сияқты. Мен оның аузынан шықпаған осы сөз айтқызбай-ақ түсінгенмін. Әккі аңшыдан әбден қуғын көрген шауаң қарсы алдымда көздерінен от ұшқындап тұрды. Мен оған тіктеп қарай алмадым. Өмірдің көптеген жайдасыз шырғалаңын көріп, ширғып алған оның қандай құбыжық болса да, қаймық бастан қарсы шығатынына шүбә келтіре алмадым. Қорқынышымды, денемдегі дірілді сездірмеуге тырыстым. Сатқын, сүмілік, оңбаған деп Бану қалш-қалш етті. Үш бірдей қарғыс атқан қаралы теңеу қақ жүрекке дөп дейді. Кінаға белшеден батып отырып, өзіңді судан ақ сүттен таза сезіне алмайды екенсің. Қасқырдан қашқан көжектей дір-дір етіп көздерім шарасынан шыға жаздап отырған маған Бану шаншыла қарады.
кірпіктері жебедей көрінді. Сатқындар, шеткеріңнен сатқындарсыңдар, айуандар. Қам сүт емген пенде шіркін қашанда өзін күнәдан пәк періште санайды. Пендешілігім басым тұстау шамасы, үрейленіп отырсам да үмітімді үзбедім. Мен ше? Сен де сатқынсың, барып тұрған 200-сің, сорлысың. Қалайша? Қатыныңды, бала-шағаңды сапарға кеттім деп алдап кетіп, осында ойран салып жатырсың. Сатқын емей, кімсің енді? Аузыма құм құйылып тұншықтым да қалдым. Оның бойында әйелге тән нәзіктік, жайлылық, сыпайылық, биязылық, ізгілік, ілтипаттық, жайдарлық жұрнағыда қалмады. Жаңа ғана нұрлана түсіп, ұрлана қарап, сіздеп сызылып, сыпайланып отырған ол сұрлана, сыздана түйіліп сенге көшті. Бірақ сіз деп басына көтеретіндей менің бойымда қандай игі қасиет қалды. Ол шындықты шыжғырып бетіме басты. Рас, мен сатқынмын. Я, сатқынмын. Нәжіске түсіп кеткендей өз денемнен өзім жиркеніп, ал кеп құсайын. Жуыну бөлмесінде жарты сағаттай өз-өзіме келе алмастан сең соққан балықтай есеңгіреп тұрдым. Аға, қазір қоғамда әппақ арлы адамды қолыңызға майшам алып іздесеңіз де таба алмайсыз. Бұған қоқысқа белшесінен батқан қоғам кінәлі. Сондықтан өзіңізді соншалықты жазғыра бермеңіз, деді Бану жуыну бөлмесінен оралғанымда. Мен оның нәумес күй кешкен немқұрайлы жүзіне үңіле қарадым. Манағы тепсініп тұрған қыз көрінбейді. Орында ойлы көзін әлдеқандай тұңғиыққа қадап, момақан жуас бой жеткен отыр. Диванға құлай кеттім. Әртүрлі бейнеге сәт сайын ауысып, мұң құбылып, жөңкіле көшетін құбылмалы бұлт сияқты өзгермелі өксік өмір туралы ойладым. Біреуге айдай алмас мал береді, біреуге шығар-шықпас жан береді деп бұрынғылар қалай дәл тауып айтқан екен. Дүние қызыл түлкі болып бұлаңдап, бағы таяғандарға бақыр бұйырмай тұр емес пе? Жігіттің бір қызығы сауықты өмір дегенмен, сол құрғырыңның өзі сатқындықпен туыс, сайтанмен қойындас екен-ау. Керек кезінде жігіттік таныта алмағанның жазасы жер болып қорлану. Бұдан асқан қасірет жоқ. Малтып шыға алмас тұңғиық ойға батып кеттің зау ағасы, деді. Енді одан оңайлықпен құтылмайсыз. Солай секілді. Әне, еркектердің бәрі осындай. Қандай? Олар сәл ғана қиындық көре қалса, қолға ұстаған 40 буын секілді үгітіліп түседі. Шеттерінен жасық, күйреу. Соларына қарамастан бастарынан құс ұшырмайды. Бақастыққа бауыр басқан, ішмерез, іштеріне пышақ айналмайды. Қоян жүрек, сөйте тұра еркекпін деп езеурегенде өгіздей өлермен. Анау да сондай еді. Қатынынан сұмдық қорқатын, талай рет түн ішінде іш киімін киюге де үлгермей тайып тұрды. Тіпті ондайда хош деуге шамасы келмейтін. Су жүрек, опасыз оңбаған. Банудың боран бұрқасыны тағы да көтерілейін деген соң, енді оның ығың ала сөйлеуге көштім. Жаным, шай қойып жіберсем қайтеді? Ықтиярыңыз. 2-3 кесе шай ішкен соң, Бану байсалды қалпына қайта келді. Артық кетсем кешіріңіз. Менің де оңып тұрған қылығым жоқ. Ештеңе етпейді. Күйіп кетем ғой, күйіп кетем. Түсініп отырған шығарсыз. Иә, мына қайыршы заманда сұраншыдан тіленші, соқырдан көрмес, сараңнан бермес туып жатыр. Қоғам ластанды. Лас жерде барлық былық иттей күшіктейді. Қазір сыйынғаныңнан, сүйінгеніңнен мықты болатын деген заман. Сол емес пе аға? Солай ғой. Солай болса, енді не істеуім керек? Оның жөн жобасын тапқан сияқты адамсың ғой өзіңде. Онда мен сатқынмын. Иә, сатқынмын. Япырай, бүгін аузыңа сатқыннан басқа сөз түспеді ғой. Өйткені біз сатқын жәдігөй қоғамда өмір сүріп отырмыз. Мұндай ортада береке, бірлік, адалдық, имандылық болмайды аға. Кетеу кеткен кер заманда адамгершілік, тазалық, ибалық сияқты киелі ұғымдарға орын қалмайды. Мұны бордай тозу дейді. Адам ашынғанда шешен болып кетеді екен ғой. Қалай тауып сөйлейді, кейде қауіпта сөйлейді. Оның мысы мені басып бара жатқандай ма өзі? Қалай? Қарсы айтар уәж бар ма? Дәлелім қайда?
Үш бірдей дипломын сандыққа салып тастап, бір танысымның ұлы базарда арба сүйреп жүр емес пе? Шетелде оқып келген адамгершіліктің, имандылықтың, тазалықтың шыңына шықты деген бір шенеуніктің баласы былыққа белшесінен батты. Ұлттың қауіпсіздігін сақтайды деген дөй ұлттың сатып кетті. Қызметтің ұшар шыңына шыққан тағы біреу жемқорлықтың торына маталды. Осындай масқараларды санап отырсаңыз, төбе шашыңыз өзінен өзі тітіркен еді. Және тік тұрады. Бану астынан су шыққандай ұшып тұрып тез-тез киінді. Кетіп барамын, қош болыңыз. Енді қашан кездесеміз? Ешқашанда. Бұл сөз соттың аса ауыр қылмыс жасаған қылмыскерлерге шығарған қатаң үкіміндей жүректі жаншып, миды солқылдатып жіберді. Неге? Себебі сіз тиын санаған бейшарасыз, ал менің бейшара болғым келмейді. Сау болыңыз. Есік тарс жабылды. Оның қатты жабылғаны соншалық дүрс ете қалған даусынан құлағым бітіп қала жаздады. Тосыннан табыла кеткен тотым не деп кетті? Бейшара деді-ау. Иә, бейшара қоғамның ұлы бейшара болмай қайда барады? Көңілге шұғылалы сәуле себілеген Банудың бөлмеде елесімен ауада аңқыған хош иісі ғана қалды. Жанымның бүкіл терезелерін ашып, оған деген ыстықта антық сезімімді білдіріп, ыстық ықыласына бөленген көлдей көңілім адасқан күшіктей далбасалап үріп қалды. Көп ақ қой, көп күнәларым көп. Сондықтан оны қалай ғана кінәлаймын. Жалдамалы пәтерден құр сүлдерім сүйретіліп шықты. Аспан түңіреніп зілмауыр қою қара бұлт жылан бауырлап жылжып келеді екен. Тұңғиықта терең иірім мені шыр айналдырып шыңырауына тарта берді. Басым айналып көзім қарауытты. Жын пері жайлаған қара орманда жападан жалғыз келе жатқандай көңілім құлазды. Жаным жабырқады. Әлден соң төңіректі көзге түрткісіз қара түнек басты. Мен енді осы тылсым түнектен енді қайтып шыға алмаймын-ау деп қорықтым. Қара түнек шыңырауына шым-шым батып барады. Неге екенін білмедім. Оның құрсауынан құтылуға талпынудың орнына иірімдеріне орап әкеткендей әлемге әкетіп қалса екен деп тілейтінмін. Жарық-жұрқ етіп найзағай ойнағанда барып селк ете түстім. Өкпемді өксіп қысып, жүрегімді өкініш өрті шаншып келеді екен. Бұл ненің өкініші? Таба алмадым.